Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге картофельный пайды бірге пісіретін боламыз. Осында әдемі шашылып тұратын болады. Салаттың бетіне қолдандым осы картофельный пайды. Келесі видеомда осындай түшпәранның рецептісін шығаратын боламын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, сол кезде бірінші болып көресіздер. Ал енді бізге картошкамызды ашып, жуып тазалап алдым. Осындай терканың көмегімен өткізетін боламын. Терканы мен ұстағандай ұстап өткізіңіздер. Сол кезінде картошкаларыңыз бір келкі болып түсетін болады. Барлығын бірдей өткізіп болған соң, енді бұл картошкамызды мұздай суға жуып аламыз. Сол кезінде крахмалы бойындағы крахмалы кету керек. Міндетті түрде 2-3 рет қайтара жуыңыздар. Сол кезінде картофельный пайларыңыздың крахмалы кетіп, пісірген кезінде жабыспайтын болады. Қысылап жуып, крахмалы кеткен соң, осындай таза мата сүлгімізге картошкамызды жайып, кептіретін боламыз. Міндетті түрде кептіріңіздер. Қазір майға салған кезіңізде майымыз шашырап кетуі мүмкін. Сол үшін осылай жайып, кішкене кептіреміз. Кепкен картошкамызды көріп тұрғандарыңызда бір уыстан алып, қызып тұрған майымызға салып пісіретін боламыз. Арасында араластырып тұрыңыздар. Барлық жері пісіп шығады, қызарып. Енді картошкаларымызды сүзіп аламыз. Осындай салфеткамызға салып, үстіне кішкене әр қабатына осындай тұз салып тұрыңыздар. Сол кезінде тұзда әдемі болып шығады. Достар, қазақша футболктың, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып, барынша қолдау көрсетсеңіздер деп сұраймын. Егер менің видео рецепттерім сіздерге ұнаса, лайк басып, қолдау көрсетіп, видеоның астында поделиться деген батырманы басып, достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар деймін. Олар да біліп жүрсін.